Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Менің бүгінгі тақырыбым бір сағат. Барлықтарыңыз байқаған боларсыздар, қазір біздің сағатымыз қысқаруда, иә? Қазір күн ерте батады, оның үстіне уақыттың ауысқаны бар, уақытымыз азайып бара жатқан секілді. Яғни, дәл осы уақытымыздың азайғанның нәтижесінде бізде шаршау, күйзеліс, күйіп кету, шатасу көбейіп жатқан секілді. Енді ойлап қарайық. Егер де сіз де өзіңіздің өміріңіздегі бір сағат уақытыңызды жоғалтып алған секілді ойласаңыз, немесе өміріңізде бір күйзеліс болып жатқан болса, еш уайымдамаңыз. Себебі бүгінгі тақырыптан кейін сіз өзіңіз жоғалтып алған бір сағатты тауып алу жолымен танысатын боласыз. Ендеше кеттік. Ең бірінші ол дәл осы біздің жоғалып кеткен бір сағат уақытымызды табуға маған «Магия утра» кітабы көмекке келеді. Яғни, бұл кітаптың ішіндегі жазылған ережелерді орындау арқылы біз өзіміз жоғалтқан бір сағатты табамыз, әрі өмірімізді одан ары қарай көркейте түсеміз. Және де бұл кітаптың ішінде жазылған ережелерді орындау арқылы біз өзіміздің үздік версиямызды дамытамыз деп айтуға болады. Ендеше ол қандай ережелер? Танысайық. Ең бірінші, сіз бұл ережелерді орындау үшін таңертең әдеттегі уақытыңыздан бір сағат ерте ояну керексіз. Мысалы, сіз сағат 7-де оянатын болсаңыз, енді сағат 6-да ояныңыз. Яғни сізде бір сағат артық уақыт бар. Енді таңертең бір сағат ерте оянасыз, жуынып болғаннан кейін сіз жай ғана тыныштықта 5 минут уақыт өткізесіз. Яғни бұл тыныштықта 5 минут уақыт өткізу дегеніміз біздің телефонмен отыратын, яғни таңертең ояна салысымен Инстаграмда отыратын 5 минуттық тыныштық уақыты емес, бұл телефонды ысырып қойып, өзіміз отырып, өзіміздің ішкі дауысымызды тыңдаймыз. Яғни тыныштық бұл біздің жеке тыныштығымыз. Келесі, бұл бізде аффирмация айту. Яғни аффирмация бұл өзімізге қолдау сөздерін айтамыз. Біз көбінесе өздеріңіз байқағандай, өмірдің бір сәтсіз сәттеріне тап болған кезде біз ойлаймыз, мен не деген сондай бір жолы болмайтын адаммын деген секілді өзімізге жиі сыни сөздерді көп айтамыз. Ал енді аффирмация айту арқылы біз әрқашан өзіміздің ішіміздегі ішкі тірегімізді дамытуға ұмтыламыз. Яғни аффирмацияда қалай айтылады? Мысалға, мен жеңіс үшін жаралған жанмын. Мен өзімнің үздік версиямды дамытамын. Мен әрқашан бірінші боламын. Білмеймін, енді өзіңізге лайықты аффирмацияны тауып алсаңыз болады. Келесі, бұл визуализация. Яғни визуализация мүмкін кейбіреулеріңізге қызықта көрінуі мүмкін. Яғни бұл визуализация негізінен ойымызда белгілі бір қорқыныш туындаған сәтте, сол қорқыныштарды ысырып қойып, уайымнан ысырып қойып, өзіміздің болашағымызды елестетуге көмектеседі. Алайда, өмірімізде белгілі бір жетістікке жеткен уақытта бұл аффирмация және де визуализацияның көмегімен ғана жеттім деп ойлау, ол қате екендігін біліп тұрған шығарсыздар. Бұл екі құрал тек қана біздің ойымызды тыныштандырып, фокусымызды реттеуге көмектесетін құралдардың бірі. Келесі, бұл бізде спортпен шұғылдану. Мүмкін араларыңызда спортпен аз шұғылданатын адамдар бар шығар, яғни дәл осы спортты өмірімізге енгізу үшін жай ғана 10 минуттан бастаңыз. Егер де қандай спорттың түрін қолданамын деп ойлап, уайымдайтын болсаңыз, қарапайым ғана мектеп бағдарламасында өткен дене шынықтыру сабағындағы жаттығуларды жасаңыз. Қолыңызды көтеріңіз, аяғыңызбен қимылдаңыз, беліңізді қолыңызбен ұстаңыз деген секілді түрлі жаттығуларды қолданыңыз. Кейін уақыт өте келе осы дене шынықтырудағы жаттығуларды күрделендіріп, бір кезде жүруге, яғни 10 000 қадам жасауға, немесе жүгіруге, өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі йогамен айналысуға деген секілді тереңірек жалғастырсаңыз болады. Ең бірінші сіздің мақсатыңыз бұл бастау. Келесі, бұл шүкіршілік жазу. Яғни бүгінгі тақырыбымызда өмірдің мәні болып тұрғандықтан, өмірдің мәніне қол жеткізу үшін біз әрқашанда осы сәтке шүкіршілік айта білу керекпіз. Біз әрқашанда жай ғана кейде қарапайым сәттің өзіне шүкіршілік айтуды ұмытып кетіп жатамыз. Яғни жай ғана күннің соңында отырып, немесе таңертең отырып, өзіңіз жай ғана шүкіршілік айтыңыз. Мысалға, бүгін Қазақ Тостмастерске барғаныма шүкір. Немесе бүгін мен қазіргі Назеркенің спичін көріп, әрі естіп отырғаныма шүкір. Немесе бүгін жай ғана мен 2024 жылдың 8 қарашасын көргеніме шүкір. Немесе көргеніме, естігеніме, сөйлей алғаныма, су іше алғаныма шүкір деген секілді шүкіршіліктерді жазу арқылы сіз осы сәттегі бақытқа кенеле аласыз.
Және де өміріңізде белгілі бір қиындық туындаған сәтте дәл сол шүкіршілік жазған дәптеріңізді ашып оқысаңыз, сіздің жүрегіңізде белгілі бір тыныштық пайда болады. Келесі бұл бізде әрине кітап оқу. Кітап оқу бұл әрқашан біздің жаңа білімдерді алуымызға көмектеседі. Яғни біз кез келген уақытта өзіміздің дамып жатқанымызды, жаңа білім алып жатқандығымызды білген уақытымызда біздің жүрегіміздегі уайымнан біз міндетті түрде арыла түсетін боламыз. Енді дәл осы уақыттарды есептеп көрейік. Яғни таңғы уақытта, мысалы сіз 6-да тұратын болсаңыз, тыныштық 5 минут, аффирмация 10 минут, визуализация 10 минут, шүкіршілік жазу 10 минут, спорт 10 минут, кітап оқу шамамен 15 минут деп алайық. Яғни сіздің 1 сағат уақытыңыз пайдалы өтті деп есептесек болады. Енді дәл осы айтқан тәжірибені мен тек қана сіздерге айтып қоймай, немесе кітапты оқып қана қоймай, өзім 30 күн бойы тәжірибеден өткізіп көрген болатынмын. Яғни 30 күн бойы жаңағы айтқан критериялардың барлығын мен өзім орындадым. Нәтижесінде ойымдағы уайым қорқынышты ысырдым, шүкіршілік жазуды әдетке айналдырдым, кемі 5 минут спортпен айналысқанмын, және 1 айда 2 кітапты оқып аяқтағанмын. Яғни қорытындылай келе біздің өмірімізде 1 сағат бар. Ол 1 сағатты сіз ұйықтауға, немесе сериал көруге, немесе жай ғана өсек айтуға, тиктокта отыруға арнасаңыз болады. Немесе 1 сағатты мен айтқан пайдалы әдеттерді өміріңізге енгізуге арнасаңыз болады. Таңдау сізде. 1 сағат уақытты қайда жұмсайсыз? Ойланыңыз.